Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, топ-томпақ болып шығатын булочканың рецептімен бөлісетін боламын. Достар, менің арнамнан алыстамай видеоны аяғына дейін қарап, қолдау көрсетіп жіберіңіздер. Бірінші құрғақ ыдысымызға жылы сүт, жылы суымызды, бір жұмыртқамызды, қантымызды және де дәміне қарай тұзымызды салып, жақсылап бір араластырамыз. Бөлме температурасындағы еріп тұрған сары майымызды үстінен салып, тағы да жақсылап бір араластырып аламыз. Және де үстінен ашытқымызды салып, керегінше ұнымызды салып, жұмсақтау етіп қамыр илеп аламыз. Қамырымыздың июі жақсы басы бірігуі үшін аздап сұйық майымызды құйып, 3-4 рет қайтара илеп қоямыз. Және де жылы жерге пакетімізге орап, 30-50 минутқа қойып қоямыз. Мінекей біздің қамырымыз әдемі болып көтерілді. Енді бөліктерге дәл видеодағыдай етіп бөліп, және де ұзынша етіп жайып, әдемі булочканың формасын жасап аламыз. Булочканың кез келген әдемі формаларын жасасаңыздар да болады. 10 минутқа бетін жауып қоямыз, әдемі көтерілгенше. Және де жұмыртқаның сарысын бетіне жағып, өздеріңіздің қалауларынша бетіне кунжут, мак сеуіп қойсаңыздар да болады. 180 градуста алдын ала қызып тұрған пешімізге 30-40 минутқа пісіріп аламыз. Достар, сіздерге видео рецепт ұнады деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мінекей біздің топ-томпақ сап-сары жұмсақ булочкамыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, пікір қалдырып, лайк басып қойыңыздар.